Адилхон. Мен Адилхонды бойға шақырғым кеп тұр қазір. Менде салмақ 64-65 килограмм. По кулачке. Қалай қарайсың? Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Ruh fightingdagilar, kattakon rahmat sizlarga ham. Bu ukamizni hozir o'zbekistonlik bo'lgani uchun sekundant bo'lib chiqdik. To'g'ri oldin hadeb shoular yasaganmiz, boshqa qilganmiz. Men по правилу Octagon ligani bayesiman. Menga kimni berishidan qat'iy nazar Octagon ligada nima uchun hurmatim bor, nima uchun odamlar meni ko'p yaxshi ko'radi. Bergan sopernikni qaytarmaganman. Bu esa boshqa liga. Hozir ikkita ligani o'rtasida konflikt yuzaga kelmasin-da, jang qilishni istasang, xoh o'sha kulachkami, xoh boshqa narsami, Octagon ligada bo'lsa bo'lishi mumkin. Men hozir u yerda bayesiman. Boshqa joyga chiqish, sakrash imkoniyati menda yo'q. Ukalarimiz bor, shogirdlarimiz bor mana. Bulardan o'tib ol, undan keyin smela. Өтіп ал, олар басқадан өтіп алсын, Сен ондай адам емессің, өтіп ал деп айтатындай. Физрука проиграл, да? Ты еще что хочешь? Какой проиграл? Плакал здесь. И от физрука проиграл, здесь что ты качаешь, да? Вот конкретно. Вместе победили. А, вместе победили? Тогда попуталась. Ты не путай. ММА, давайте. Я тебе Смотри, сен онда өтіп ал, опучукты өтіп ал, басқа жігіттер бар. Мен қазір, мен сендерге әңгіме айтып атқан жоқпын. Мен именно... Сені правилаңда ұршышқа мен должен масман, сен визов ташайсың. Мен сен толық, сен өзіңе қолыңнан келерген нәрсе. Мені юналышым ММА, мен кулачник масман. Жоқ, мен саған должен, я тебе говорил, что ты должен. Я говорю, хочешь ты. Мен саған айтып отырмын, шығасың ба или нет деген сияқты. Umuman farqi yo'q. Рамазан, ұйымдастырып бересіңдер ма? Без разницы. Қараңдар, Адилхонның айтып тұрғаны, ол Octagon лигасының байетсі, және де мен сол жерде төбелесем дейді. Нұрадин ағамыз біз жақсы білеміз, жақсы араласамыз, танимыз. Және де бәлкім, егер Адилхонға ертең ол жекпе-жекке рұқсат берсе, неге өткізбеске, дұрыс па? Нұрадинмен келісіп, егер ағамызбен сөйлесіп жатсақ, ол қарсы болмаса, осы жекпе-жекте жасауға болады. Бірақ ол айтып тұр, мен ММА-дан шығамын дейді. Сен ММА-мен менімен шығасың ба деп тұр, дұрыс па? Әлде сен кулачкадан шыға аласың ба? Кулачкамы, ММА-мы, umuman farqi yo'q. Faqat bu yer Qozog'iston. Qozog'istonning katta-katta ligalari, Nayza bor, Octagon liga bor, mana Ruh fighting bor. Octagon ligani bayesiman. Bizni daraxt bir joyda ko'karadi degan narsa bor. Aytayapman, bu vizov tashayapti, hurmat qilyapti, bir не уважает, bir не то gap gapirmayapti. Qabul qildim. Muammo yo'q. Yutsam ham, yutqizsam ham hammasi Allohdan. Lekin men Octagon ligani bayesiman. Оны біз білеміз. Біз міндетті түрде Нұрадин ағамен сөйлесеміз. Рұқсат берсе, смело. Және де сол жекпе-жекті жасауға тырысамыз. Келістік Давай па? аз телефон қыл. Давай Нұрадин рұқсат бердік. Хозір көздеп ұшырып. Міндетті түрде хабарласамыз, және де келісеміз. Және де менің ойымша екеулерінде болашаққа бір стейрдаун жасап жүрсеңдер де болады. Жақсы, біздің құрметті қонақтар, келгендеріңізге рахмет. Өздеріңіз білесіздер, біздің лигада Өзбекстанның жауынгерлері көбейіп жатыр. Ол біздің медиа лигаға жақсы тонус беріп жатыр. Өткені сендер жақсы мықты жекпе-жек көрсетіп жатырсыздар. Сол үшін сендерге үлкен рахмет. Жігіттер, сендер дайындалыңдар. Жаңадан міне дебюттан жігіттер келіп жатыр. Уровеньдер жақсы, жоғары. Мен алдында айтып кеттім. Медиа лигаға кіргілеріңіз келсе, тек қана спортпен айналысатын мықты жігіттерді аламыз. Тек қана сөйлеп білу емес, спортпен де айналысып, осындай әдемі жекпе-жектер көрсететін жігіттер керек. Мухаммед Али. Али, расскажи, что пошло не так? Барлық күшті, альхамдулилля барлығы. Ешқандай обида жоқ сіздерге. Рамазан, Василий, бәрі рахмет. Просто судья болмайдан аңғарсаңыздаршы. Бірақ бірінші раундтен мен базар жоқ дейтін әжерме. Одан иман бір удар темесін айтам. Бір удар темеді, екінші, үшінші раунд мен алдым ғой айтыңдаршы. Мен өзім актерский бітіргем, актерский мамандығым. Мен осы жерде характері қосып жігітше төбелестім.
енді айтайын деген, айтпақшы біз Арлан дейтін киноға Василий аға екеуміз түскенбіз. Василий ағай, рахмет. Енді Құдай қаласа айтайын деген нәрсем, құрметті ағайындар, маған бой бере ма білмей, апелляция бола ма болмай ма судья